Ақмолада дүние шайқалып тұрғанда Лаңшан қапасына қашып шыққан 108 батыр секілді ең жырынды мықты азаматтардың барып жиналған аралы. Арзақ Алтайдан Қолықта ұлудың кім жоқ? Иә, біреу айтар Қараша көп, Қожам көп, Саты көп, Бұрынбет көп деп. Бірақ Қолықта 300-дің бәр баласы бар. Анау Ақтөбеден барған табындар бар. Анау неден барған шәншқұлылар бар. Қызайлар бар. Бәрі бар біздің Қолықта. Яғни Қолықтың халқы елетний халық. Мына көк тудың желбіреген деген өлеңді Қолықтан келген сол халықтың екінші ұрпағы жазса, мына Қолықтың халқының жеке меншік өлеңі ғой, енді жаңағыдай айтуға болады. Біз жазғанбыз деп қай-қайсысында айтуға болады бұл өлеңді. Бәрекелді, айтып жүріңіз. Біздің ағамыз деп.